Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сәуірдің 10-ы, ауа райы тамаша болып тұр. Ауылдың маңында 15 шақырым жердегі шағын көлдер бар, су қоймалары. Сол жерге балық аулауға жиналдық. Алла бұйыртса достармен кездесіп, сол жаққа жолға шықпақпыз. Негізі биыл көктемнің жай шығуына байланысты сәл ертерек болып тұр. Бірақ сонда да барып көзімізбен көріп қайтайық дедік. Мүмкін Алла жазып жатса, балық ұсталып жатса, сіздермен сол жаңалықпен бөліспекшіміз. Ал енді не дейміз? Бізге сәттілік, сіздерге тамаша көңіл күй сыйлайын деп отырмыз. Ал бізге ақ жол тілеңіздер, көл басында көріскенше. Ал, құрметті мен жақсыларым, мені көлдің жағасына келіп жеттік. Жігіттерінің досымыз братан келді бүгін бізбен ілесіп. Ана жерде браконьер жүрген. Тор тастап кетті, біраздан кейін барып торының жағдайын көреміз. Мынау Көкқайнар көлі. Қазір қашан корм шашайық деп жатырмыз. Алла бұйыртса. Ал бүгін балық сәтті болсын. Сәтті болсын, пісірген балық тәтті болсын дейік. Соменен бастаймыз жігіттер. Кірсейік. Ал, давайте. Ал, құрметті достар, жақсыларым, енді көлге қаш шашып болдық, енді бұйыртса қармақ тастаймыз қазір. Бұл біздің чемоданымыз. Нелеріміз. Бісміллә. Жоқ. Міне виноградтар бар. Виноградтан сал. Ала кеш маған бір колокольчик. Қыстыра салатын. Мына жерде талсталоп өліп жатыр. Көлдің жағасын айланып шықтық, біраз талсталоптар жатыр өлген. Немене? Тұрш. Зүзі тұрш. Нормально ма? Мынау грузила. Көзім көрмей қалды. Қайда қарай ұшқанын байқама. Дұрыс лақтырмадым. Білмеймін, мына жүгерге түсе ме, түспей ме. Құдай қаласа түсетін шығар. Бісміллә. Кетті, нормально. Так, мына темірлерді біз қолдан жасаған едік өзіміз. Не болды? Мұнда қойайын, мұнда қалайын. Өппән. Қыстық.
Кім? Білмеймін ғой. Неожиданный гости деп атқан шығар. Қармақтарды шетінен лақтырып жатырмыз. Нормально. Енді күту керек. Өзімнің алғашқы қармағым. Ең арзан қармағым еді сол. Бірнеше рет сынып ремонттап жасап қойған қармағым. Міне бізде қармақтарымыздың жемін жаңартып болып кішкене жүріп қайтайық деп жатырмыз, көл жағалап. Әзірге тыныш. Қармағымызда ешқандай балық түртпеді. Антатырмен бір жылан көрдік болды. Басқа дым жоқ. Сосын өліп жатқан тас толыпты. Жаңа мына судың ішінде сазандар көрдіңіз. Содан бақыдан басқа дым көрдім. Оралып жетпесек шөбі көріп, жері отайып, қой жайылып жүр мұнда. Ар жақта тау қар басып жатыр. Қойлар туып сақпандап жатыр екен. Ау! Біраз жерді аралап қармақсап келе жатырмыз. Кеште батып қалды, бірақ ештеңке жоқ, табылмады. Балық жоқ, клевать етпей жатыр, қаппай жатыр. Қазір бір досым келе жатыр, сол күтіп отырмыз. Сол келсе мүмкін басқа көлге барып қалармыз. Төңіректе көлдерді аралап шама келгенше енді балық ұстауға тырысамыз. Выходнойды құр өткізбей. Бұйырса жиналып жатырмыз, басқа көлге барамыз. Бұл менің досым жаңа келді. Депутат бұл. Басқа көлге барамыз, Алла берсе. Мына жақтан тіршілік болмады. Жұмсақ.
üstüne görmüş. Ya taş gelsin. Ha, bunu tas avla. Bu tasla biraz saymak yok tasla. Yeniden de öyle. Tam içinde yok da. Sözü sıkıntı yok. Bak işte kelime kadar şey değil. O şey değil. Ben tamam mı? Koşar. Çünkü harcanı görüyor. Yeter şimdi. Boşuna sözü tamam mı? Evet. Harcanı. Şimdi görüyor. Şimdi görüyor. Ha, ne bak. Evet. Жерге мәшинені қой да кіріп шық, сосын жолмен жүре береміз. Мына жақта сияқты түндегі бесің алып тұр. Мына алдыда көл. Осында ма? Кіріп шық жүр. Сөйлесіп шық. Өшір. Бірге салды. Кіріп кеттік қазір. Сөйлесіп шығады. Мына жағы трасса. Қазір кішкене алдыға жүреміз. Сол жағында көл бұйыртса бұнда да келдік. Балық болса дұрыс болар еді. Бізде үлкен өзендер жоқ қой. Бәрі шағын өзендерді. Үлкен өзен бізде Іле. Әне, көлге де келдік. Жігіттер қармақ лақтырып жатыр. Самсының көлі. Жанында мына Ташкентский трасса. Алматы, Жамбыл облысы, Шымкент ары қарай, былай қаратай. Батысқа қаратай. Күн батып баратыр, кеш болды. Жігіттер қармақ тастауда. Міне, жігіттер дайындық жасауда. Енді өш жерден балық ұстамасақ білмеймін енді. Қалай болатын. Сразу жағып қоямыз ба огонектарды? Светильниктер жағып қоямыз ба? Мен алдында не таппай қойдым ондағы? Бәріне батарейка таппай қойдым. Екшетте бір дей ма? Тексеріп көрсеңдерші. Жанбайтын ма? Асты жетіспей тұрсың. Кішкене арырақ барып тұрамыз ба? Ана жақтың шөп айбат екен, көк майса. Қай жақ? Ар төменірек. Тұра берсін деймін. Тұра берсін. Екі машинен. Батарейка жоқ. Жаңа тұрмады. Әкелі маған берсің оны. Пейіспейді? Мынау шекпен
koymuş dursun koy. Бірақ мына жерде кішкене машина көп жүреді де гүж етіп тыныштықты бұзып атар. Бұйыртса. Бұйыртса деп сөйле, ораза жақындап келе жатыр. Ораза ұстаса шынош. Души оқылмаса. Айтып жатырмын ғой, кешкісін аузында ашса звондайсың. Бермек болады. Шығып кер. Машинеге міне сап есік алдында тұр дейсің ғой. Құдай сақтасын. Жаман нәрсе айтпан. Судың бетті. Жыбыр. Малектарды неғып кетеді деген ба? Қармақтың дауысын естімей қалады сәтші. Соғы ма күж-күжден, е? Мәшіне деген тынымсыз өтіп жатыр. Күн батты, кеш батты деген осы. Бұйырса енді көреміз. Алланың бұйыртқанынан аспаймыз ғой. Міне қараңғыда түсті. Мына жақта дым көрінбейді. Мына жақтан басқа. Рыбалка с бариком. Қайсы баригің бақлашқысын көрсетіп жүрші. Жігіттер барик ішеді. Анау лимонад па біз ішіп отқан? Ол да барик, е? Біз не қылады? Ол да барик па? Көрсетіп жүрші сыртын. Ішпейді ғой өзі. Мен деген. Біз ішіп отқан, олар ішіп отқан. Жарайды, ғалым брат ішіп. Біздің ішіп отқанымыз типа біляшына. Біз алкоголь. Конечно, блядь. Конечно. Пока тишина, жаңа біреу қауып ет, сыңғырлатып ет. Маргат еткізіп тұрып. Сонымен тынышталып қалды, пока балық ұстамадық. Палатканы құрдық, енді ұйықтайын деп жатырмыз. Жігіттер ұйқыға кетті. Бісміллә. Ал, қайырлы түн. Давайте. Қайырлы таң достар. Бүгін екінші күні балық аулауды бастадық, ұйқыдан тұрып. Бірақ балық жоқ. Тыныштық. Түнде біраз колокольчик шырылдады, бірақ балық шықпады. Онда балық бар екен, бірақ түспей жатыр. Енді бүгін түске дейін бұйыртса жасап көреміз. Мүмкін шығып қалар, мүмкін шықпай қалар. Түн суық. Көреміз. Бұйырған уақытта. Что там, жігіттер? Тап-тыныш па? Жашайын ба? Керек емес па? Шаш. Бұлай қарай шашасың ғой, деме. Ана сарының жанына барып шаш. Андағы жерді ауыстырам қазір. Сары жаққа барып шаш. Ана ба жүрем. Қаттырақ лақтыра.
Былай қарай. Бекіш. Оң жағынан. Кеттік дальше. Дальше. Ана қармақтың тұсына барып былай ату жер. Болды жер болады. Міне жерге тастаймын. Екі ортадан атып жүрші. Екі ортадан атып жүрші. Сөйтіп жағалап ата бере. Ал жігіттер, біз кетіп бара жатырмыз. Бұл көлден дым таппадық, балық жоқ қой деймін. Түспеді общем. Бар шығар бар, түспеді. Балық жоқ. Сонымен қайтып бара жатырмыз. Қазір тағы бір көлге барамыз. Сол жерден ұстасақ, ұстамасақ сонымен қайтамыз үйге. Е досым? Қайтамыз. Ол жерде балық болса жақсы. Самысыда балық бар деп чауып кеп едік. Болмады. Түнде бір рет сылдырлатып қармағымыз тартқылады, жұлқылады. Біз жетіп алып қармақ шығарғанша жоқ шығып кетті. Сонымен одан кейін ешқандай клев болмады. Енді Қопа дегенде жабайы көл бар, сол жерге барамыз. Ол жерде бұйыртса болу керек, былтырлар ұстаған болатынбыз. Болып жатса, Алла бұйыртса, сол жерден ұстармыз, болмаса үйге қайтамыз. Ал енді сәт сапар. Görünmemiz. Haydi gör. Bismillah. Келдік. Ал енді осы жерді көреміз енді. Қалай болатынын. Как там, жігіти? Мына жерде бір рыбак кісі жүр екен. Ол кісіден сол келіп сұраған балық ұстадыңыз ба? Жүр, балықтар ойнап секіріп жүр. Бірақ әлі ешқандай клев болған жоқ дейді. Біз жақта кішкене ертелеу болып тұр ғой деймін. Соған қарағанда бұл жерде негізі балық бар, сазан бар, бірақ бірдеңе шығарды. Жоқ, шығармады. Ертелеу болып тұр ау деймін. Сәл көреміз енді қазір 1-2 сағат. Қопаның көлі. 1-2 сағат көреміз, болса болды, болмаса
қайтамыз. Келесі апта, келесі демалыста көреміз енді. Алланың бұйыртқаны болады. Короче, көл жағалап жүрміз. Ештеңе ұстамадық әлі әзірге. Тыныш, тыныш, бәрі тишина. Жағалауда жүрміз. Мына жақта бір жігіттер ұстап жатыр. Не ұстап жатқандарын білмейміз. Бар ма, жоқ па? Мына жерде бір-екі мұжық отыр қайықпенен. Аралап сұрадық. Жоқ дейді, клев. Таңертеңгісін келгенбіз. Қармақты бүйтіп түртпеді дейді. Енді самсыда бізде түртті. Бірақ жоқ. Соған қарағанда әлі ертелеу сияқты. Мүмкін 20-сынан кейін ба, или майда басталам екен. Вроде секіріп жүр, балықтар ойнап жүр, бірақ қаппайды. Қазір бір досымыз тамақ істеп жатыр, сол тамақты ішсек, сонымен ауылға қайтамыз. Басқа мал жоқ. Олай істемесек болмайтын болды. Үшінші көлге келдік, осы Қопаның көлімен үшінші көл. Осы үшінші көлмен. Ана жерде отыр жігіттер. Үйге қайтамыз. Амал жоқ. Досым? Кішкене күн жылынсын. Бізде Алматы облысында күн биыл жай жылынды ғой. Күннің ысынғанына бір-екі шақпын болды ау деймін бізде. Бұйырса келесі жолы болып қалар енді. Оған дейін кішкене тынығып, күш жинап алайық. Сөйтіп бүгін қайттық міне. Жігіттер жиналып жатырмыз. Ауылға қайтамыз жігіттер. Порожняк. Салам алейкум. Ауылға. Депутат қой, депутат. Тас өткел. Кеттік Чуғайдаңда. Неге бірақ барақтар? Қиған. Жо ана. Шардараға. Өркен? Сенде ма? Қазір тұрады бұйырса. Күн жылғанда келеріміз енді. Майда бірақ кеу керек шығар уже. Майда. Анда бір рыбак келді қазір. Ақырын сөйлесіші. Папаң көреді. Темекі деме, кәмпит деп сөйлесіші. Бір кәмпит берші. Түсіріп отыр. Мені мынандай кәмпит. Алдабай айдандар кеттік. Жол болсын енді. Аман есен үйге жетейік енді. Қайда кеттік. Үйге барып мосттың майын уривін деп. Мосттың майын уривін деп қояйық. Бүгін домбыраға бармай қапты, ешқайсысы мәшіне жоқ. Үйірмеге. Ана жақта хата тұр, хата. Ошын бір крутойдың несі ғой. Кім екенін білмейміз, бірақ жерді алған жаңғақ, ағаш, алмағаш егіп жатыр. Сондай жұмыстар жүргізіп жатыр ошын. Жарайды, ауылда кездескенше.
Qosulalmay жүрmüz al, birak жаным onu men bilen. Sıraşpaysın mağan sen müdem. Hay söylelekten Canım, beribir sen menin мәңгілік жадымдasın. Canım, beribir jıraqtan жүрсең де жанымдasın. Özümden başqa can özümді sağınbasın. Canım, beribir sen menin мәңгілік жадымdasın. Canım, beribir jıraqta жүрсең de жанымdasın. Özümden başqa can özümді sağınbasın. Sağınbasın. Niye шығат деп бұлақ бар екен. Bir жағын ыстық су, bir жағын суық су. Екеуі бірақ қатар шығады. Мен баяғыда кітаптан оқығам. Кейіннен осы ауылда тұратын жеңешем бар еді ғой, мен осы ауылда. 5 мың жастан таяу еді. Содан құрасам, сондай бар шығады. Бірде бар, бірде жоқ дейді. Кейде ақ, кейде жоқ. Кездескенге өкінем, енді сенен өтінем ұмыт. Осы шақтың Қосылмасаң жаным ал, сыйлап жүрсің неге құрмет. бір бұлақтан кәдімгі ыстық су ағады, бір бұлақ жанындағы бұлағынан мұздай су ағады. Сөзді оқыған болады. Кейіннен елдерден сұрастырсам, не расымен де бардым. Мүмкін бар шығар. Құрметті достар, бүгін Parazhniak ұстап қайттық, үйге жеттік, ауылға аман есен. Осы аптада бар жаңалық болса, менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.